Көке, Ау. Біржан ағам енді қалаға оқуға кететін шығар, я? Я оқиды ғой, балам. Сол кезде Сұңқарды мен бағайыншы. Сұңқарды бағам деймісің? Я. Ол менікі олса тіпті жақсы болар еді. Мен одан бір мықты жүйрік шығарар едім. Иә, сен шығарасың. Рас айтам, көке. Сұңқарға қазір ерекше күтім керек, балам. Ол сенің қолыңнан келмейді. Маған үйретсеңіз, мен де күте аламын ғой. Үйретем, балам, үйретем. Бірақ сен қазір өзіміздің атты бақ. Ал Сұңқар Біржан ағаңдікі. Олар бір-бірін үйреніп те қалды. Енді Сұңқарды бәйгеге қосасыздар ма? Білмеймін, балам, оны Біржан ағаң шешсін. О, Батырхан ағалар кіре. Ассалаумағалейкум Ердос аға. Уағалейкумассалам. Біржан, қал жақсы ма? Жақсы. Қалайсың? Ассалаумағалейкум бәке. Уағалейкумассалам. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Өй, Наршы, сені көрмегелі көп болды. Өсіп қалыпсың ғой, ә? Нарша, Ау, Сұңқардың жүгенін алып келші. Я, қалайсыздар бәке? Ақырындап жүріп жатырмыз ғой. Үй жаман есен. Аманшылық. Өздерің қалайсың? Жақсы, Құдай деп. Сол аттардың тағасын жөндеп қоян деп. Бәрекелді. Тағылық қылмасам болмады. Қал қалай Сұңқар? Жақсы ма? Кеңгі алда жақсылап бір шапқын кеп тұрған шығар. Қазір шанс. Сұңқарды бәйгеге қосасың ба? Қандай бәйге? Сіз білмейді екенсіз ғой. Бір үлкен бәйге болады дейді. Құнан бәйгенің бас жүлдесіне бір мықты сыйлық береді екен. Сұңқар? Бәйге қатысамыз ба? Ә? Егер Сұңқарды қатыстыратын болсаңыз, мен мініп шығайын. Шын айтып тұрсың ба? Я. Жарайды. Сұңқардың ер тоқымына келіп берші маған. Қазір. Ердос, Біржанды көндірсеңші, Сұңқарды ұстатсақ. Ол не дегеніңіз бәке? Көнбейді Біржан. Көнеді. Орнына құнан немесе тай әпереміздер. Бәке, көнбейді дедім ғой, көнбейді. Сіз қалай сатасыз? Біржан Сұңқарды соның құлын кезінен өзі бақты емес пе? Көке, Ердос аға. Ау, Жақында бәйге болады екен ғой? я болады. Сол бәйге Сұңқарды қосып көрмейміз бе? Шабандозымыз да дайын. Солай ма Нарша? Я. Қоссақ қосайық. Ал бәке, не дейсіз? Үлкен бәйгеге Сұңқарды? Әй, қайдам. Жарайды, өздерің біліңдер. Мен кеттім. Онда не тұрыс? Біржан, Сұңқарды, Наршаны бәйгеге дайындайды, а? Жүр, Нарша, кеттік. Жүріңдер. Ердос аға, Сұңқардың ұйқылығын аламыз ба? Оны қалай алады? Ұйқылығын алатын болсақ, Сұңқарды түрмен ұйықтатпай жетектеп шығу керек. Оны ұйықтатпасақ, ертең бәйгеде қалай шабады? Ат баптаудың тәсілдері өте көп. Мені де үйретіп жүрген Ердос ағаға көкеңнен сұрасаң бәрін айтып береді. Шабысын қарашы. Я.
шауып келе жатыр, Бәрекелді. Сұңқарыңның құлақ тері алынды, Біржан. Қазір біраз суытамыз, сонысын жақсылап тағалаймыз. Жарайсың. Ердос аға, Ау, сіз сұңқарға сенесіз ба? әрине сенем. Сондықтан да мұны өзім баптайын, Біржан. Ал сен Нарс екеуің қарап үйреніңдер. Сендерге ат баптаудың әлі талай жақсы әдістерін үйретем, жарай ма? Жақсы. Ал келіңдер. Сұңқарды алып қораға апарыңдар. Біраз суысын, сонасын тағалаймыз. Жарайсың, сұңқар, жарайсың. жүр. Жүр, Нарша. Жүр, шапылаша.